жалғыз Қазақстанда емес, бүкіл әлемде, мұхитта бүгінгі таңда балықтың қоры азаюда. 1 килограмм балық өсіру үшін шамамен 1 килограмм 400, 1 килограмм 500 грамм жем керек. Сапалы жем керек. 30 мың тонна балықты өсіру үшін бізге шамамен 45 мың тонна сапалы жем керек. Қазақстан нарығында ондай жем жоқ. Қанша мың тонна мысалы шамамен бар ма? Қазақстан нарығында бүгінгі таңда асып кетсе бір 7-8 мың тонна жем бар. Астанаға Америкадан, Вашингтон штатынан алып келем уылдырықты. Әрбір уылдырыққа мысалы мен қазір соңғы алып келген уылдырығыма мен 31 теңгеден төледім. 200 мың уылдырық алып келдім. Сонда бір уылдырық өлсе, сіз 31 теңгені жоғалттыңыз. 3 уылдырық өлсе, сіз 93 теңге қаржыңыз жоғалттыңыз. Оның ішінде 100 мыңдаған уылдырық бар. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгінгі біздің подкасттың қонағы, сұхбатымыздың, студиямыздың қонағы белгілі кәсіпкер, қазақтың дәл қазіргі таңдағы номері 1 балықбегі атанып жүрген Мейрамбек Пазылбек бауырымыз. Мейрамбек мырза, қош келдіңіз. Рахмет. Сіздің жазбаларыңызды әлеуметтік желіден, қоғамдық пікірден жиі көріп жүрміз. Талқылауларыңыз өте өзекті, өткір, кәсіпкер ретінде, елдің жанашыр азаматы ретінде, сондықтан біз студияға шақырып жатырмыз. Мәке, енді жалпы бүгінгі балық шаруашылығының жай-күйі қандай? Былай айтып берейікші, жіліктеп. Бұрын жалпы балық шаруашылығын осы тек қана аулауға ден қойса, 2021 жылы бағдарлама қабылданды, 2021-2030 жылдарға арналған. Яғни ол жерде негізгі басымдықты қолдан өсіру, яғни аквакультураға бағыттау. Ол әлемдік тенденция, өйткені жалғыз Қазақстанда емес, бүкіл әлемде, мұхитта бүгінгі таңда балықтың қоры азаюда. Оның бірнеше факторлары бар, яғни шамадан тыс аулау, халықтың санының, тұтынушылардың санының көбеюі, және де ең маңыздысы мынау балықтың тіршілік ортасы, судың экологиялық жағдайы, солар тікелей ықпал етіп жатыр. Сондықтан әлемнің көптеген елдері, әсіресе мынау біздің көрші Қытай, бүкіл осы қолдан өсірілетін балықтың 60%-дан астам солар өсіреді. Бізде ше? Қанша пайыз? Шамамен? Бізде енді жалпы 2025 жылғы ресми статистикаға сүйенетін болсақ, оны жақында біздің балық шаруашылық комитетінің төрағасы брифингте айтты. Яғни 2025 жылы 106-5 мың тонна балық өндірілген болса, оның яғни 22-де 9 мың тоннасы, 4-тен 1-нен сәл азырақ осы аквакультурада өсірілді деген статистиканы ресми түрде айтты. Енді мен әркез маман шыншы ретінде ол сандардың қаншалықты нақты емес екені оны әлі тексеріп көру керек. Тексеріп көруге бола ма? Мүмкіндік бар ма? Қалай тексереді ол? Мүмкін емес қой, уылдырық дейміз ба жаңағы? Оны тексерудің жалпы механизмдер. Ол өте қиындық соқтырмайды. Өйткені мен мынау бүкіл Қазақстан бойынша 1000-нан астам балық өсірушілер отқан Қазақстан балық өсірушілер WhatsApp әлеуметтік желісінің тобында бармын. Ол жерде де мен белсенді азаматпын, өзімнің пікірімді әрқашан ашық айтам, тәжірибемен бөлісем, жасап жатқан дүниелерімді бөлісем. Сол кезде көптеген проблемалар сорада ашық талқыланады. Өйткені мен әрқашан мынау құзырлы орган, салалық жаңағы министрлік тағы басқа кісілерден көрі қарапайым фермерлердің сөзіне көбірек сенем. Өйткені олар қалтасынан ақша шығарып, шаруашылығында проблемасын олар жасырмайды. Енді бірақ индикатормен айтатын болсақ, яғни шетелден келетін болсын, Қазақстанда өндірілген жем болсын, орташа айтқанда 1 килограмм балық өсіру үшін шамамен 1 килограмм 400, 1 килограмм 500 грамм жем керек. Сапалы жем керек. Айна ма? Жоқ, 1 килограмм тауарлы балықты өсіріп шығару үшін. Сол қанша мерзімге? Ол әртүрлі балықтар. Бір балықтар 1 жыл өседі, бір балықтар 2 жыл өседі деген сияқты ғой.
Бұны мен не үшін айтып отырмын? Цифр ретінде, цифрды сөйлетейік. Иә. Демек, біз 22,9 дегеніміз 30 мың тонна балықты өсіру үшін бізге шамамен 45 мың тонна сапалы жем керек. Қазақстан нарығында ондай жем жоқ. Қанша мың тонна мысалы шамамен бар ма бізде? Қазақстан нарығында бүгінгі таңда асып кетсе бір 7-8 мың тонна жем бар. Күмән келтіретін дерек екен, шынымен. Енді қараңызшы Мейрамбек мырза, осы кәсіпті қалай таңдадыңыз? Жалпы енді бұл былайғы кәсіптер бөлек та, аквакультура деп жатсыз ғой, жаңа өзіңіз айтып жатсыз. Балық шаруашылығы оның ішінде кішкене күрделі ғой, қиын ғой. Біздің табиғатымызға да жат. Көбінесе мынау біздің ана мұхиттың, теңіздің жағасындағы елдерде қаттанып кеткен ғой. Бізде енді ана ашаршылықтың кезінде де осы балықтың арқасында енді әуелі Құдай аман қалған деген бізде бір тарихи деректер де бар ғой. Былай қарасақ деймін да, иә. Мал қырылып жатқан кезде. Енді қараңыз, бұның қиындығы бизнес ретіндегі, өзіңіз ғалымсыз мысалда, бизнес ретіндегі қиындығы неде? Жалпы табыс табуға тұратын бизнес па бұл? Енді кез келген бизнесті алып қарасақ, соның ішінде ауыл шаруашылығы бұл өте тәуекелділік жоғары бұл жерде. Себебі атам қазақ баяғыдан айтқан мал бір жұттық деп. Дәл соның ішінде мынау балық та кіреді. Өйткені бір мезетте өсіріп отқан жүздеген мың, миллиондаған жаңағы уылдырығың болсын, шабағың болсын, балығың болсын, кенеттен жоғалтып алуға болады. Өлім жетімге ұшырауы мүмкін. Оның өте факторлары көп. Өйткені бұл басқа ауыл шаруашылық малдарына қарағанда бұл судың астында тіршілік етеді. Яғни біз кейбір гидрохимиялық параметрлерді байқамай қалуымыз мүмкін, түнде болуы мүмкін. Ал мынау индустриалды жағдайда өсіру, яғни толық электроэнергиясына тәуелді, толық оттегіге тәуелді, сондай мынау қазір жабық жүйеде өсіру технологиясы дейді ғой, УЗВ деп атайды. Мысалы, мен сол Астанада осы УЗВ технологиясын қолданып, ол заманауи технология, сол жерде мен бақтақ, орысша форель балығын өсіріп отырмын. Яғни ол сыртқы факторлерге өте тәуелді. Өйткені бізде мына жерде тау жоқ, таудан аққан өзен жоқ. Соның форель өзі таудың салқын суын жақсы көретін, оттегісі қанық суды жақсы көретін балық болғандықтан, сол табиғи жағдайды біз қолдан жасаймыз. Ал сол табиғи жағдайды қолдан жасап отқан кезде егер бір кемшілік кетсе, біз инкубаторда тұрған уылдырық кезеңінде, одан шыққан жаңағы құртшабақ личинка кезеңінде үлкен тәуекелге барамыз. Ал бізге ол әрбір уылдырық шетелден. Мен мысалы өзім осы Астанаға Америкадан, Вашингтон штатынан алып келем уылдырықты. Әрбір уылдырыққа мысалы мен қазір соңғы алып келген уылдырығыма мен 31 теңгеден төледім. 200 мың уылдырық алып келдім. Сонда бір уылдырық өлсе, сіз 31 теңгені жоғалттыңыз. 3 уылдырық өлсе, сіз 93 теңге қаржыңыз жоғалттыңыз. Ал ішінде 100 мыңдаған уылдырық бар. Ал ол жаңа айтып отқандай, насос тоқтап қалса, болмаса электр қуаты тоқтап қалса, мына біздегі ең өзекті мәселе, біз Аққайың ауылында орналасқанбыз. Аққайыңнан электр қуатын аламыз. Мынау электр қуаты жиі бізде өшіп тұрады. Енді бізде автономды біздің генераторымыз бар, бірақ енді ол да техника ғой. Бірақ ол іске қосылып, әрқашан техникалық қызметтерден өтіп тұр. Ал табиғатта, таулы өзендерде, табиғи ортада ол енді ондай факторлар аз. Енді Мейрамбек мырза, қараңызшы, бір сөзбен айтқанда, бұл бизнеске кәсіпкерлер бизнес түрінде қарауға бола ма? Әрине болады. Қазақтың кәсіпкерлері істей ала ма? Жасай алады. Қазақтың кәсіпкерлері жасай алады. Жасай алмайтындарға үйретеміз, көмектесеміз. Қажет болса шаруашылығына мен де бара аламын, болмаса менің жігіттерім бар. Толық инкубациясынан бастап, шабағын жемге көшіріп, сондай қызметке дейін көрсетеміз біз. Қазақстан бойынша бірнеше шаруашылықтарды сөйтіп сүйемелдеп отырмыз. Онлайн консультация, және қазір енді интернет желі бар деген сияқты. Қажет туындаса қайтадан барамыз сол жерге. Ол маңызды емес Қазақстанның қай түкпірінде екені. Бизнес түрінде қарайықшы, халықтың мынау ұсыныс пен сұраныс дейді ғой. Балыққа деген
балық жеуге сондай бір сұраныстар қалай артып келе ма, әлде кеміп келе ме? Сосын баға нарығын айтып жіберіңізші, мына еттерге қарағанда қалай бұл? Қолжетімді ма деген? Астана қаласында қазір осы мынау мен өзім өсіріп жатқан жаңағы бақтақ форель балығы еттен сәл қымбат. Бірақ менің бағам беріп отырған мынау импортпен келетін жаңағы сол форель балығынан баға төмен. Енді мен өзімнің жаңағы нарығым туралы айтатын болсам, бүгінгі таңда сұраныс күннен күнге артып жатыр. Оған мынау сіздер сияқты жанашыр азаматтар жаңағы Инстаграм арқылы, тағы басқа желі арқылы қолдау білдіріп, тегін жарнаманы жасап беріп жатқан азаматтар бар. Шаруашылыққа келіп танысып, мынау керемет дүние ғой, Астанада жоқ дүние ғой деп, сол арқылы қазір енді тарап жатыр ақпарат. Күніне мен шаруашылықта болған кезде ұялы телефоныма да звондап, ертең боласыз ба, біз келеміз деп, сол келіп, сол арқылы тарап, қазір енді бүкіл Астана білет деп айта алмаймын, бірақ сол білгендердің өздері сұранысты арттырып жатыр. Қазір қарап отырмын, мен мынау біздің Посейдон компаниясының балығы биыл жылдың аяғына жетпейтін сияқты. Бізге тағы да 2-3 ферма салу керек сияқты. Бәрі берекелі болсын. Қараңызшы, Мейрамбек мырза, ал баға жағынан айта салайын. Баға жағынан мынау оңтүстік біздің Алматы, мынау таулы аймақ Жамбыл облысы және мынау Түркістан облыстарында өсірілген бақтақ балығының бағасы мынау солтүстікте өсірілгенге қарағанда арзанырақ. Өйткені ол жақта біріншіден бәсекелестік көп фермерлер сол оңтүстікте орналасқан. Өйткені климаттық жағдай, су көзі барлығы. Еңбек күші барлығы арзан. Еңбек күші арзан деген сияқты. Енді Астана қазір бүкіл республика бойынша жаңағы қалай айтады, төлем қабілеті жоғары, бұл жерде табыс та жоғары, мүмкіндіктер де жоғары деген сияқты. Сосын осы біздің мынау артықшылығымыз, біз кәдімгі өсіп тұрған судағы бақтақты өзіне ұстауға, болмаса көзінше ұстап беріп, өлшеп беретін сондай қызмет бар да. Тазалап та беретін қызметіміз бар. Ол кез келген балық, қарапайым жаңағы мөңке дейді ғой, карась. Соның өзі ұстаған күйі жесең ол тәтті болады. Ана тоңазытқышта айлап жылдап жатқаннан кейін тәтті болады. Сондықтан біздің бір артықшылығымыз сол да. Оны мынау Астана халқының балық тұтыну мәдениетіне соны кіргізіп жатырмыз қазір. Қалыптасып келе жатыр ол. Сұраныс жоқ деп айта алмаймын, бар. Әдемі. Енді қараңыз, Мейрамбек мырза, кез келген бизнесті бастайтын адам, кәсіпті бастайтын адам, бәріміз де былай кәсіпкер ретінде пайда тапқымыз келеді. Әрине біз бергіміз келеді. Енді бердің деген сөз қайтарым бар деген сөз да. Кез келген берген заттың, Алмас Алматов ағамыздың сөзі бар, бергенің оралады дейді, тыққаның жоғалады дейді. Ол берсең, ол психологтар да айтады, ол келеді саған еселеп. Ол нәрсе бұл әлемнің заңы деп айтайықшы. Енді бұл бизнеске енді құпия болмаса, енді мен толық сұрауға қақым жоқ, деген бері қанша қаражатпен кіруге болады? Мысалы, жаңа серіктестеріңіз бар ма? Мысалы деймін да енді. Бұл мынау Астанадағы жаңағы компаниямыздың қазіргі жалпы инвестиция көлемі 750 миллион болған. Қазір бірақ қосымша шығындарды есептегенде 750 миллион асып кетті. Яғни ол 1,5 миллион доллардан асып кетті. Бірақ бұл яғни заманауи жаңағы сосын Астананың қыста суығы, жазда ыстығына сол жағдайды жасау үшін сондай. Бірақ енді былай біздің мен өзімнің жасаған бизнес жоспарым бойынша бұл шығынға шықпайтын, тек пайдаға шығатын жоба. Енді оның құпия ешқандай несі жоқ. Мен осы бизнес жоспарды құрып, есептеп, бізде қаржы инвестициялық қор бар. Сол жерден қаржы алып, сонымен жасап жатырмыз. Ол қаржы, осы жақында ғана жаңалығымды айтайын сізге, осы 10-шы шілде 2026 жылы, осы жақында бір 4 күн бұрын, біз сол Посейдон аквафермасының аумағында Орта Азиядағы ең үлкен
мынау импортқа тәуелді болып келген қаншама жылдар балықтың экструдиленген жемін шығаратын заманауи сапалы бәсекеге қабілетті Европаның жеміне бәсеке бола алатын сол зауыттың іргетасын қалап бастап кеттік. Сол жерге ауыл шаруашылық министрлігімен біз тығыз жұмыс жасадық. Ол зауыт салатын мынау Қытайдың компаниясы. Ол компания әлем бойынша 13 мың зауыт салып тастаған, соның ішінде 3 мың зауытты осы балықтың жемін шығаратын зауыт салып тастаған. Солардың Қытайда орналасқан жылына 1 миллион тонна жем шығаратын зауытында мен болғанмын. Бәрі автоматтандырылған, барлығы сондай. Одан да заманауи технологияны біздің сол Посейдонға, осы Астананың іргесіне орнатады. Орталық Азияда жоқ қой әзірге? Орталық Азияда дәл ондай зауыт жоқ әлі. Жақсы. Ал енді мемлекеттік қолдау бар ма осы жерде? Енді мемлекеттік қолдау дәл бүгінгі таңда қаржылық тұрғыдан жоқ. Енді біз бірақ одан бас тартпаймыз. Өйткені бұл инвестициялық, инновациялық жоба. Ең бастысы біз осы жобаны ауыл шаруашылық министрлігінде презентация жасап таныстырдық. Өзіміздің амбициямызды ашық түрде жарияладық. Бірнеше кездесуіміз өтті. Осы аквакультура саласын басқаратын вице-министр Аманғали Бердалин мырзамен де кездесу болды. Ол кездесуге мен де қатыстым. Жалпы ең бастысы біз осы жем шығаратын зауыттың маңыздылығы, яғни қажеттілігі туралы салалық қорытынды ресми түрде құжат алдық. Жақсы, субсидия беріле ма? Субсидия аквакультураға беріледі. Бірақ бір но деп айтайық енді, болып тұрғаны, кемшілігі басқа облыстарда бөлініп қойды, бірақ Ақмола облысында әлі күнге дейін мәслихат сессиясы бекітпеген, яғни субсидия табиғи ресурстар басқармасына әлі түспеген. Ол туралы мен осы 2 күн бұрын ғана хабар алдым. Және де сол 10 шілде күні бізге бұл халықаралық деңгейде өтті. Қытайдан зауыт салатын Фомсан компаниясының вице-президенті өзі келді. Сосын Америка елшілігі келді. Өйткені мен Улдыртты Америкадан аламын, оларды шақырдым. Олармен тығыз байланыстамын, ақш-тың елшілігімен. Сонда үлкен деңгейде ұйымдастырдық. Сол кезде Ақмола облысы табиғи ресурстар басқармасының басшысы келді. Мен сол жерде де ол кісіден сұрадым. Ресми хатта жолдап қойғам. Ақмола облысы табиғи ресурстар басқармасымен тығыз байланыстамыз. Облыстық инспекция басшылығымен де тығыз байланыстамын. Мен таниды олар. Сол әлі бөлінбеген. Бірақ бөлінеді деп отыр. Ендігі биылғы 2026 жылға Ақмола облысына 50 миллион теңге бөлінеді деп отыр. Бірақ ол Ақмола облысы үшін аз деп ойлаймын. Жақсы. Енді Қазақстанның су бассейндерінің болашағы қандай жалпы? Енді қараңызшы, жаңа айттыңыз сіз, шетелден алып келеміз, Қытайдан алып келеміз, Түркиядан алып келеміз деген сияқты, ақш-тан алып келдіңіз уылдырықтарды. Бұл қалай, жерсінеді ме жалпы? Бұл енді оңай нәрсе емес қой, оның үстіне бұлар нәзік. Енді Америкадан алғаш біздің шаруашылыққа келген кезде қорапта, термо қорапта келеді, ішіне хладоген элементі мұз салынып келеді. Яғни уылдырықтың ішіндегі температура +2,5 болады. Әрине қиыншылықтар болды, өйткені алғаш Астанаға келетін кезде Вашингтоннан Алматының әуежайына келгенше ешқандай проблема болған жоқ. Алматыдан Астанаға біздің шаруашылыққа келгенше күрделі мәселелер болды. Бірақ ол мәселелерді шештік, еңсердік, қолдау білдірген, көмектескен азаматтарға осы эфирді пайдаланып алғысымды айтқым келеді. Өйткені олар түсінеді саланы, қиындығын, анау тірі уылдырық екенін түсінеді. Ал жаңағы техникалық мамандар әуежайда олар түсінбейді оны. Енді жерсіну мәселесі бойынша біздер сол үшін маманбыз ғой. Яғни Америкадағы болсын, ол Африкадағы болсын, жағдайды оның мекен ететін, яғни ортасын біз мына жерде қолдан жасаймыз. Енді қараңыз, 2,5 градустан келген уылдырықты қораптан шығарғаннан кейін
инкубатордағы 8,5 градустағы суға салу үшін 4 сағат бейімдейміз біз оны. Яғни әрбір жарты сағат сайын 0,5 градусқа суды жылытып отырамыз. Сөйтіп үстінен шайқап отырамыз. Сол кезде балық болсын, уылдырық болсын, ол суыққанды организм болғандықтан жаңағы сыртқы температура ол бейімделу қабілеті бар. Бірақ оның нормативі бар. Бірден ысытуға болмайды, бірден суытуға болмайды деген сияқты. Біз балық жеу мәдениетін жасай алдық па? Жалпы біз балық жейміз ба? Жалпы неше келі балық жейміз? Біздің қазақтар неше келі? Біздің әр қазақтың дастарханында қанша келі, мысалы, жылына, айына бір нақты бір статистикалар бар ма, мысалы? Қойдың еті, жылқының еті дегендер бар ғой. Ресми статистикаға сүйенсек, бүгінгі таңда әрбір қазақстандық орташа есеппен 4 келі балық тұтынады деген. 4 келі. Иә, жан басына шаққанда. Ал мынау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша, яғни адам өзіне балықтан алатын жаңағы энергия, витаминдер, тағы басқа пайдалы минералдарды алу үшін жылына кемі 18 килограмм балықты тұтыну керек бір адам. 18 келі. Иә. Яғни біз былайша айтқанда 4,5 есе аз балық тұтынып отырмыз бүгінгі таңда. 4 келінің өзі мен тұтынады деп айта алмаймын, мысалы. Енді ол статистика ғой. Енді мысалы осы жерде отырған 5 адам болса, соның 5-еуінің, яғни орташасы 4 келі десе, бірақ мен балық бегі ретінде аптасына 2 рет балық жемесем тұра алмайтын адам, мен жылына бір 100 кило жеп қоятын шығар кемінде. Сол есептеп жүрген кезде 4 келі шығады дейсіз ғой. Өйткені кейбір аймақтарда балық жемейді кәдімгідей. Балық той томалаққа барасың ғой, балықты алып келген кезде балық қалып қойып жатады да, кәдімгідей жемейді. Енді қараңыз Құреке, мен мейрамхана бір шараларға барған кезде алдымда тұрған балықты мен де жемеймін. Оның түсі, еті жасалу технологиясы болғанымен мен оны бір пластик сияқты сезінемін, жасанды сияқты. Міне мәселе қайда жатыр. Мәселе қайда. Оны дәмін татсаңыз да бір балық жеп отқандай сіз ләззат ала алмайсыз одан. Одан кәдімгі көлде, өзенде, табиғатта, болмаса осындай шаруашылықта тірі күйінде, балғын күйінде алып жесеңіз, оның дәмі бөлек. Иісі де дәмі, иә. Енді біз ет таңдауды жақсы білеміз ғой. Сол сияқты қазірде халықтың мәдениеті қалыптасып, қазір балықты да олар талғам өсіп келатыр балыққа деген. Керемет. Ана упаковка мен шетелден келген дүниелердің барлығы ол жай ғана былай сырты. Мысалы оның сыртына мөрді баса береді, сақтау мерзімі былай деп. Шын мәнінде біз оның бір ай бұрын ұсталған ба, бір жыл бұрын ұсталған ба, қай жерде ұсталған, қанша жерде жатты, қай елге келіп ол жерде қанша жатты, бір еріп бір қатты ма деген сияқты біз оны білмейміз. Ал біздің Қазақстанда өйтіп ұзақ мерзімге оны консервация жасап сақтау ондай мүмкіндіктер жоқ. Сондықтан біз ұсталған күйі тірілей тұтынушыға жеткізуге тырысамыз да. Мысалы қараңызшы, бұрын кеңес уақытының кезінде білеміз, бейсенбі күні ма, четверг күні ма, бір балық күні бар, рыбный день. Әр жаңағы ресторандар бар, кафелер бар, диетический нелер бар еді ғой, бір асханалар. Сол жерлерде жейтін, мен үлкен кісілермен бізде бар баламыз ғой, сондай енгізуге қалай қарайсыз? Ұсыныс жасап көрдіңіз бе мүмкін? Керек шығар, бұл енді былай қарағанда банально дейді да, былай жай ғана дүние сияқты да, бірақ ол халықтың денсаулығы ғой. Енді мен сізге бір дүние айтайын. Мен енді балық саласында көп жыл жүргендіктен балықтан бас тартқан адамды мен көрмедім әлі. Ол қай күйінде болса да, сүрленген, қақталған, балғын күйінде. Соның ішінде жаңа сіз айтып жатсыз ғой, бөліссеңіз, берсеңіз, оның бір еселеп қайтады, ал жасырсаңыз ол жоғалады деген сияқты. Біз енді сыр елінің ақұдай болғандықтан кішкене қолымыз ашықтау болады. Енді әрбір таныс екінші адам менің қолымнан балық жемей кетпеген шығар. Мүлде өмірде танымайтын адамдар қонаққа келсе де әйтеуір балық деген андай нәрсе да, әр келген қонақтың өзінің несібесі болады. Иә. Сол үшін де айтады шығар, балықшы күнде арманда, егінші жылда арманда деп. Өйткені ол судың астында жүреді, оны ұстау керек, оны дайындау керек, ашу керек, пісіру керек деген сияқты. Оны талай адамдар үлкен қызметтегі аға дос болып кеткен азаматтарды кездескен кезде еске алып жатады. Мәке, осы сенің жеген балыңнан кейін таңдайымызда қалып қойды, одан кейін ондай балықтың дәмін татқан жоқпыз деп. Өйткені мен балықтан кез келген тамақты өзім жасай беремін.
ол расында жаңа сіздің айтқан сөзіңіз жаны бар. Өзі Құдайдың өзі жаңа ризық несібені сол еселеп соған беретін сияқты. Оның бір жағы жаңағы ол да суда жүргендіктен ол да өлімге күнде қауіпті оған. Күнде оған өлім келуі мүмкін. Тәуекел өте жоғары ғой. Ал сондай адамдарға бөлісіп, беріп, дәм татқырып, солардан алғыс бата алсаң, соның бәрі бір менің ол да бір садақаның бір түрі сияқты. Садақаның бір түрі сияқты да, иә. Сол ниетіміз ғой енді біздің. Керемет. Және келе жатқанда, мысалы сіз де келе жатсаңыз да, қоңырау шалады маған адамдар. Бізге ет аспай қойыңыз, балыңыздан дәм татсақ болды деп. Соны мен келіншегіме айтамын. Еттің керегі жоқ, олар етті күнде жеп жүрген адамдар. Балықты аңсап келе жатыр деп. Сол енді тағы бір айта кетейін. Мысалы қазір сіз қонаққа баратсаңыз, бір досыңыз ба, тағы біреу ағаңыз, бауырыңыз үйіне баратсаңыз, сіз пакетіңізге 1 кило, 2 кило ет салып апармайсыз. Айтады ғой, бізде не ет жоқ деп, қайыршы деп ойлай ма деп, түсінбей қалуы мүмкін. Ал сіз пакетіңізге осындай бір форель салып, осындай бір бекіре, сазан салып апарыңызшы, өмір ұмытпайсыз. Ең жақсы адам сіз боласыз. Керемет технология екен. Осыне ана копченый, бұрын біз ана шетелге шыққанда, тіпті мына Ресейге шыққан кезде, мысалы да, көрші елдерге барған кезде де салып алып баратынбыз. Ана ғылымда неде жүрген кезде, олар соны сағынады. Қайда ана Қызылорданың ағмаржан күріші, ана Аралдың балығы қайда деп сұрайтын да енді былай әзілдеп. Бұның өте жақсы айтып отырсың, бұл мәдениет қой. Балық деген былайша айтқанда адамдарды достастырады. Яғни мен ылғи Фейсбукта жазамын, немного рыбалка деген. Яғни қоғамда, қызметте адамның статусы әртүрлі болғанмен, көлдің жағасына барған кезде бәрі бірдей болады. Ол біреу чиновник екен, біреу қарапайым екен, біреу орыс екен, біреу қазақ екен деген жоқ. Бәрі бірдей болып кетеді. Еркек әйел деп те бөлінбейді. Және бұл адамдарды достастырады, татуластырады, бақыт сыйлайды деп мен жазып жүрмін ғой. Сосын біреуге сый қып берсең де мәз болып қалады. Былай құн қарап отырсаңыз, бір 5000 теңгенің дүниесі болуы мүмкін ол балық. Бірақ ол бағасын сұрамайды ешкім. Ол бағасын білмейді да. Бірақ мәз болып қалып, сол сіз туралы бәленбай жыл елдерге бәленбай адамға айтып жүретін болады. Керемет екен. Енді қараңыз, Маке, бағана алғашқы сұрақтарға келейікші. Бұлай саланың қандай қиындықтары бар? Енді кәсіптің ғана емес, енді мына министрлікпен, мемлекетпен жұмыс істеген кезде қандай қиындықтар, кедергілер бар ма? Мысалы, көбінесе мәселелер қайдан туындайды? Жаңағы субсидияның бөліну кезі, немесе құжаттардың дұрыс көрсетілмеуі, жасалмауы, немесе жаңағы айттыңыз ғой, кейбір көрсеткіштер жаңағы жемнің бағасы мынадай болады, немесе жемнің көлемі мынадай болады да, балықтың көлемі оған сәйкес келмейді. Метрикалар дейді ғой, көрсеткіштері сәйкес келмейді, мысалы, индикаторлары. Осындай дүниелер кездесті ма, кедергілер алдыңызда? Енді айтсам, көбісі сенбейтін шығар, мен қанша жыл осы балық шаруашылығында жүріп, бір тиын субсидия алып көрмеген адаммын. Мен әлеуметтік желіде бір рет жазғам, өте үлкен сондай резонанс болды, талқылау болды. Субсидияны былайша айтқанда садақа деп қарау керек. Мемлекеттің тарапынан беретін садақа, өйткені ол қайтарымсыз ғой. Яғни мынау пайдаға шыққан ірі шаруашылықтар мәдениетті түрде субсидиядан бас тарту керек негізі. Яғни субсидия деген сөз, ол мынау жаңадан ашқан, енді аяғына тұрып келе жатқан, мынау кіші, ұсақ, орта кәсіпкерлерге ол бір қолдау болсын. Өйткені ол қайтарымсыз ғой. Бұлай қарап отырсаңыз, мен көп жерлерден естіп отырам. Ол желіде де, жаңағы WhatsApp группамызда да талқыланып жатады. Шынайы маңдай терімен қаржысын құйып, үйін сатып, көлігін сатып, несие алып, сөйтіп өсіріп жатқан адамдардың көбісі бүгінгі таңда субсидия ала алмай жатыр. Бірақ сол көрінбей жүрген азаматтар алып жатыр екен. Субсидия жылдың аяғында бітіп қалды деген. Бірақ біз білмейміз кім алған. Мен өзім алмағандықтан мен онша көңіл бөлмедім оған. Енді саладағы өзекті проблемалардың көпшілігі мынау жергілікті атқарушы органдармен болады бізде. Әкімдіктермен ба? Әкімдіктермен. Сосын мынау ветеринарлық қызмет саласында мынау ветеринарлық анықтама беру, сертификат беру,
тағы басқа құжаттарды рәсімдеу кезінде сондай қиындықтар туындайды. Ол туралы маған Жамбыл облысынан, осы жақында Түркістан облысынан бірнеше азамат хабарласты. Мен тікелей араласып сол кісілерге ашық айттым. Сіздікі заңда, аквакультура заңында былай жазылып тұр, басқа заңда былай жазылып тұр. Сіздің құжаттарыңыз, мыналарыңыз бар ма? Бар дейді. Маған жіберіңіз. Таныстым да, айттым. Ветеринарлық аудандық инспекцияның басшысына барыңыз да, көрсетіңіз де, қоңырау шалыңыз да, видео қоңырау, сөйлестіріңіз мені. Сосын мен ол кісіге түсіндіріп айтамын. Неге бұл? Өйткені біз өткен жылы, бір жыл болған жоқ әлі, аквакультура заңын қабылдадық. Мен ол жерде парламентте жаңағы жұмыс топтың мүшесі болдыңыз, тәуелсіз сарапшысы болып мен 1,5 жыл қызмет атқардым, тегін. Сол кезде көптеген заңдар, ол жаңадан жазылған заң ғой, сол бәрі күшіне енгеннен кейін енді өңірлердегі, әкімшіліктердегі, аудандардағы азаматтар ол заңды әлі ашып көрмегендер де бар, бетін оқымаған. Мен осы Астанаға келгенде ол мәселемен бірнеше рет ұшырастым. Бірақ енді менің білімім бар, тәжірибем бар. Қажет болса комитетке қоңырау шалудан, ветеринарлық комитетке қоңырау шалудан. Олар менің заңды жасап жатқан дүниемді біледі да, жақсы түсіндік, қазір ол азаматтарға түсіндіреміз деп айтады. Ең артық болып жатса, мен әлеуметтік желіге емін-еркін жазамын ол тақырыпты. Менде құжат осындай, мына мәселе шешілмей жатыр. Неге мен ана оқымаған адамның кесірінен мен зардап шегуім керек деген сияқты. Кәсіпкер ретінде. Негізі мемлекеттік қызметкер болсын, басқалар болсын, мынау кәсіпкерлер болсын, халық болсын, солардың мүддесіне жұмыс жасау үшін, яғни слуги народа дейді ғой былайша айтқанда. Солай болу керек. А бізде кейбір тұстарда ол керісінше болып отыр. Жаңа субсидияда да сондай мәселелер бар. Енді кейбір факторларды енді жеке WhatsApp-тан келіп жатқан кезде, естіген кезде шошитындай жағдайлар болып жатады негізі. Қалай деп. Әлеуметтік желіде бір субсидия туралы мен пост жазып едім Facebook'та. Бір жігіт осы Түркістан облысынан менің жездем деп тұрып айтты ғой. Жаңа азғантай балықты әкеліп жіберіп көлге. Оны кім санайды? Қазір комиссия барсаңыз, ол үлкен көлде, 100 гектар көлде астында қанша шабақ жүзген, сіз өткен шабаққа да субсидия беріледі. Жемге де субсидия беріледі. Ал бұлай негізгі мемлекеттің тарапынан қолдау, ұстаным барлығы маған ұнайды. Дұрыс бағытта. Енді мына бағдарлама 2030-ға дейін деп отырмыз ғой, сол 2030-ға дейін осы субсидиялар беріледі деп айтты комитет. Одан кейін ол тоқтайды деген. Меніңше бұл әлі созылатын сияқты, өйткені шаруашылық Қазақстан бойынша 2030-ға дейін ашылып, одан кейін ашылмайды деген сөз жоқ. 2040-2050 біз одан дами беруіміз керек. Қазір біз бірінші алғашқы жем зауытын салып жатырмыз ғой Астанадан. Сұраныс артып, сол фермерлер кәсібін дөңгелетіп, жемге шынайы сұраныс болса, онда тағы да екінші, үшінші зауыт, 10 зауыт салу керек болады. Экспортқа шығару керек болады. Өйткені біз мынау дәнді дақылдардың шикізат күйінде сатып жатырмыз ғой, оны осы жемнің құрамына қосып, оның негізгі құнын одан да арттырып, оның бәрі іште қалу керек, біздің нарықта қалу керек, нарыққа жұмыс істеу керек, қосымша жұмыс орны ашылу керек, салық түсу керек, біз дайым өнім шығаруымыз керек. Ал мен өзім қазір Астанада отырып, импорттық жем сатып алып бағымды асырап отырмын. Шетелден алдырып отырмын. Менде шаруашылықта 4 түрлі жем алып отырмын мен. Сол мәселе туындаған кезде біз командамыз осы жиналып, яғни нақты шешімге келдік. Сала бұлай дамымайды. Өйткені біздің Қазақстанның кәсіпкерлерінің қаржысы негізгі бөлігі шетелге кетіп жатыр. Өйткені балықтың өзіндік құнының 70% осы жемнен тұрады. Яғни біз сол 70% балықтың өзіндік құнын шетел асырып жатырмыз деген сөз. Егер сол 70% ақшаны елдің ішінде қалдырсақ, онда балықтың құны да түсуі мүмкін, және кәсіпкерлерге де жақсы ма? Кепілдік, гарантия бар да, былайша айтқан кезде. Яғни өткенде геосаяси жағдай өте сондай ушығып кеткен кезде біздің Қазақстанға жемнің кіру мәселесі туындап қалды.
долларда бірсе былай алып Секіріп қылып отырған кезде ол шетелдегілер жемнің бағасын теңгемен есептемейді, өздерінің евросымен доллармен есептейді. Сондықтан бір әкелген жемнің қымбатқа түседі деген сияқты сондай. Қазақстан ішінде болса, яғни Астанада біз әдейі орталықтан завод салып жатырмыз, яғни бүкіл Қазақстанның нүктесіне ол логистика жағынан мен ешқандай қиындық туындайды деп ойламаймын. Кәсіпкерлер нақты қызығушылық танытып отырған кәсіпкерлер бар ма? Мысалы, сізбен серіктес болайық, бірге жұмыс істейік, немесе осы жобаның перспективасы дейді ғой, болашағын көріп тұрмын, тұтыну нарығы бізде ашылып жатыр, немесе ертең біз көрші елдерге шығамыз деген сияқты, мысалы экспортқа шығамыз деген сияқты бір былай көңіл, былай көкжиегі кең бір кәсіпкерлер бар ма бізде мысалы? Әрине бар. Қазір Қазақстан бойынша балықтың жемін шетелге жаңағы экспорттайтын, соның ішінде Европаға экспорттайтын 25 компанияның еврокоды бар. Яғни Европаның талаптарын толық орындаған. Біз бүгінгі таңда сол 25 әлемнің еліне қазақтың балығын экспорттап отырмыз былайша айтқанда. Бірақ бір өкініштісі бар енді. Әлі күнге дейін біз өзімізді толық қамтамасыз ете алмай 60%-ға дейінгі балықты халықтың тұтынатын сырттан әкеліп жатырмыз. 60%. 60%. Қазақстандықтардың жейтін балығының 60% импортталатын балықтар. Енді Совет өкіметі кезінде ондай мәселе болған жоқ қой. Енді бәрімізде бала болдық. Кез келген дариядан шығатын арықтың іші күріштің атыздары толған балық болады. Енді оның да уақыты келгенде шешімін табады деп ойлаймын. Өкінішке орай біздің көптеген су айдындарымыздың табиғи балық қорының әлеуетін біз жоғалтып алдық. Қазір сіз не бір заманауи қармақпен барсаңыз да, сіз Балқашқа барыңыз, басқа жеріңіз, сізге сазанды ұстауыңыз неғайбыл былайша айтқанда. Бұны жалғыз мен емес, оны көп адамдар айтып жүр оны. Күріштің атыздары демекші, мына күрішіміз бар, бидайымыз бар, енді дәнді дақылдарымыз енді бұлар ертең қалады ғой. Кеше бір сөзіңізді айтып едіңіз да, өзіңізде осы пікірді. Қалып қояды да, маусымдық қой енді. Содан кейін ертең судың астында қалады. Сондай сәттерді пайдаланып, қысқа мерзімді тез түсетін кәсіп ретінде балық шаруашылығында сол жерде жүргізуге болмай ма, мысалы сондай бір күріш атыздарында? Енді рұқсат бар ма әлде? Ол бір жаңалық емес негізі. Мына көрші Қытай. Мен барып келдім ғой Қытайға. Сол кезде мен көрдім оны. Күріштің атыздарында жалғыз күріш емес, басқа да өсімдіктермен қатар көктемде жаңағы 200 граммдық, 300 граммдық шабақтар жібереді да, егін орағы түскенше сумен бірге ағызып ана балықтарды аулап алады да, одан кейін күрішінде басқа су өсімдігінде орып алады. Яғни бұл интенсивті пайдалану бір жерде, яғни поликультура дейді ғой. Балықты да, дәнді дақылды да өсіріп алу. Енді мен осыдан 2-3 жыл бұрын енді өзімнің туған өлкем Қызылорда облысында болып, сұруда атамекен мен кездестім, белсенді азаматтармен кездестім, балық шаруашылығы инспекциясымен кездестім. Осы жобаны мен ұсынғам, талқылағанбыз орада дөңгелек үстелде. Өкінішке орай қолдау табылмады. Ең болмаса пилоттық жоба тәжірибе ретінде көрсек, нәтиже болмаса ешкім ештеңе жоғалтпайды ол жерден. Енді қазіргі осы күрішке байланысты, мынау маусымдық көктемгі су тасқынына байланысты бір өте күрделі, менің шеше алмай жүрген, менің оған құдіретім жетпейтін бір мәселе бар. Яғни көктемгі су тасыған кезде қойнау суларда қалып қоятын, және мынау күріштің орақ алдындағы суын тастаған кезде жаңағы тастанды сулар, каналдар болады, соның бойында өте көп құнды балықтардың шабақтары қалып қояды. Сол шабақтарды кәдімгі балық өсірем деген фермерлерге беруге рұқсат жоқ. Неге? Мен осы сұраққа жауап таба алмадым. Неге деп сіз қарапайым балыққа қатысыңыз болмаса да, неге деп қойыңыз ғой. Ол сұрақты мен өзіме күнде қоямын. Неге? Мен ол сұрақты
комитеттің бұрынғы басшылығына да қойған кезде олардың берген жауабы, ертең олар ана балықты, яғни балықтың шығу тегі болу керек қой. Мысалы субсидияға беру үшін шығу тегі болу керек. Мысалы менен сатып алса, мен оған құжат рәсімдеймін. Яғни ол менен алынды. Мейрамбектен сатып алды, келісім шарты бар, ветеринарлық анықтамасы бар деген сияқты. Бірақ ана табиғатта миллиондаған шабақ құсқа жем, өлексе болып, шіріп, сасып қалады. Табиғи өлімге кетеді. Осыдан 2 жыл бұрын Батыс Қазақстанда су тасқыны болған кезде сол жерге мен бір газельмен үстіне Еврокуб оттегі жіберіп, мен жібергем жаңағы балықтың өліп жатқан жерінде. Жергілікті инспекция қоршап тұрды, жаңағы әкімшілік болды, тағы басқа болды. Ана жігіттерді ана жерге кіргізген жоқ. Мен айтам, бұл су тасыған кезде балықтар жайылады ғой, уылдырық шашуға. Сол кезде су тартылған кезде қалып қояды, оқшауланып. Мен айтам, бұны заңға ма, болмаса ЧС дейді ғой, төтенше жағдайында жергілікті атқарушы орган мынау орталыққа қарамастан шешім қабылдай алады. Ондай мүмкіндігі бар. Демек, ана балықтарды Шымкенттен қаншама, Түркістан облысынан қаншама азаматтар ниет білдірді. Миллиондаған кәдімгі табиғи өскен балық, сол жерде қоректік азық көп қой арада. Біздің қолдан өсіріп өткен балықтан жылдам өскен ғой. Сатып алайық деп айттық біз. Сіздер нарықтағы бағадан төменірек бағада беріңіз, сіздің облыстың бюджетке миллиондаған қаржы түседі. Құдайдың беріп тұрған қаржысы ең аяғы обал ғой. Егер оны фермердің көліне, тоғанына келіп түссе, ол балық халық жейтін өлшемге дейін өседі. Тегін келген, арзан келген дүние. Оны ары қарай өсіруді жаңа фермерге берді. Оны ертең құжатын қалай рәсімдейміз, оған субсидия сұраса не істейміз, бүйтеміз, сөйтеміз деп шешілмейтін мәселе жоқ. Енді жергілікті билік әкімдіктер ғой, енді шешім қабылдай алмай тұр ғой, жауапкершілікті. Шешім қабылдай алмай тұр, өйткені олар орталық құзырлы органға қарайды, Астанадағы комитетке. Олар айтады, бізде ешқандай заңды негіз жоқ сіздерге беруге деген сияқты. Бұл жылда қайталанады. Онда құрылтайдың алдағы депутаттарына осы құлақ қағыс деп айтуға болады шығар. Мүмкін өзіңіз де бір қоғамдық өткендегі бір кеңеске кіріп алсаңыз, мысал деймін да, сол жерде талқылап осы мәселені көтеру керек деп ойлаймын. Өйткені шын мәнінде керісінше кей елдер, көрші елдерді қарайсың ғой, жаңағындай жағдайлар болғанда керісінше олар сол мүмкіндікті пайдаланады да, Қытайыңыз болсын, көрші ел Өзбекстан болсын, қарап отырасың, олар керісінше пайдаланады оны. Мүмкіндігімен. Өйткені ол табиғи мүмкіндік. Бір сыңар шыбықты олар шертпейді. Иә да. Мысалы біз Ақтөбеде жүргенде осыны бір көтергенбіз. Мысалы су алатын кезде су бассейндерін бұрын кеңес үкіметінің кезінде қалған ғой, ұяшықтар дейді ғой бүйтіп. Олардың бәрі бітеліп қалған қазір. Солардың бәрін ашу керек, тазалау керек деп. Тазалаған кезде мысалы келеді ғой, су басады ғой мына солтүстік жақтан. Сол кезде келгенде налардың бәріне су толып қалады да, біздің сол кезде басшылық айтқан. Күзге дейін пайдаланады. Сосын шаруашылыққа пайдаланады. Сосын ана жердегі көгалданады. Былай экосистема дейді ғой, экожүйе. Сол кездегі облыс әкімі Ералықпанұлы Тоғжанов деген кісі Ақтөбеде осы мәселені көтерген. Кейіннен ОКС қызметтен басқа қызметке ауысқаннан кейін ол жүйе қалып қойды. Енді қарап отырсаңыз, сіздікіндей ананың ішінде балық та қалады, ананың ішінде микро түрлі былай қарағанда оазис қалыптасады ғой, енді жерде көгалданады ғой, енді жаңағы ұяшықтарды жасаса су сақтайтын қойма сияқты ғой. Жаңа айтып отырсыз ғой, құрылтайдағы қоғамдық кеңестерге кіріп алу мәселесін. Мынау құрылтайға дейінгі қазір 8-ші шақырылым болды ғой. Соның ішінде ең болмаса кем 3 депутат балыққа жанашырлық танытатын. Қазір алдағы құрылтайдың тізімін қарап отырмын, балыққа қатысы бар, болмаса бір көлдің жағасында көрген бірде-бір азаматты мен байқамадым. Оның шешу жолы меніңше мынадай сияқты. Екінші жаңағы қоғамдық кеңесті айтып отырсыз, қоғамдық кеңеске, талай кеңеске менің резюмемді сұратқандар болды да, бірақ сол аяқсыз қалады. Өйткені ортада мысалы сіз сияқты тағы бір жанашыр азаматтар айтады, міне балыққа шырылдап жүрген азаматты кіргізейік, резюмесін алып берейік, жеке куәлігін берейік деген кезде кейін айтады, кешіріңіз, сізді төраға қолдамады. Оның бірден бір себебі, сіз әлеуметтік желіде өте белсенді екенсіз, тіліңіз ащы екен,
өткір екен деген сияқты. Енді біздің мінезіміз қалыптасып қалған. Енді саланың бір осы бағыт болсын, бизнестің болсын, жауапкершілікті сезетін адам болады да, кәдімгі қара нардай жүгін арқалап жүрген адам болады. Онсыз енді болмайды. жанымыз ашығаннан кейін айтамыз. Жанымыз ашығаннан кейін деп дұрыс айтып жатсыз. Оның үстіне ол былай қарағанда жай мәселе болып, жаңа айттық қой, банальный мәселе болып көрінуі мүмкін, бірақ ол бүкіл халықтың тұтынатын денсаулығы ғой ол. Былай айтқанда халықтың денсаулығы. Жаңа сұрағыңызға жауап бермедім ғой, жаңа бейсенбі күн балық күні деп Совет өкіметі заманында ол жоспарлы экономика болды. Сосын адамдардың мынау денсаулығына, әсіресе мынау балалардың денсаулығына қатты көңіл бөлінді. Мысалы біз бала кезімізде тегін бізге жаңа балықтың майы деген мынандай капсула беретін. Бала бақшада да рыбый жир деп айтады ғой. Оны енді бізбен құрдас, бізден үлкен кісілердің көбісі оны білетін шығар қазір. Естерінде қалған шығар. Ал жаңағы Совет өкіметі заманында балық өте көп болды. Сондықтан ол консерва күйінде болсын, қатырылған күйінде болсын, қақталған, сүрленген балғын күйінде болсын, балық жеткілікті болды және ол қолжетімді болды. Сондықтан әрбір бейсенбі басқа тамақтың орнына, ол жерде бәрі асханадан тамақ ішті ғой. Жұмыс істегенде түскі асты көбісі асханадан ішеді. Асханаға бейсенбі күні ас мәзірінде міндетті түрде балық болады. Сосын Қазақстан болсын, басқа кеңес өкіметінің елдеріне болсын, қай көл өзенге барсаңыз, балық деген жүзіп жүреді. Қармағыңды алып, жексенбісінде. Бала кезімде мен әкеммен де атаммен де талай балыққа баратынбыз. Бейсеуітпен баратынбыз бәленбай жерге. Ол бос қайтпайтынбыз. Кәдімгі ол кезде қазірдей спиннинг, басқа блесна деген ондай дүние жоқ. Ол кәдімгі қамысқа қолмен байлап алады. Сөйтіп басына ілмек, қалтық салып алады. Бақшадан құрт қазып аласың. Сонымен олжас қайтпайтынбыз. Қазір километрлеп ауғырады да. Қазіргі таңда көптеген балықшылар, енді шыны керек, мен балықшылармен де жақсы араласамын ғой. Ана құрған ауын ақтамайтындай деңгейге жетті қазір. Бұл балық аулау кәсіпшілігі елімізде құлдырап баратыр. Демек, бұрын 500 метр ауға ол олжалы болып, отбасының нәпақасын айыратындар қазір 2-3 километр құрса да сол табысты шығара алмай отыр. Оның шығыны бар, бензині бар, ауы бар, бала шағасы бар, тамағы бар деген сияқты. Сол балықшылар қайығын, моторын сатып, басқа қалаларға, үлкен қалаларға кетіп атқандар бар. Енді қараңыз, ол бекерден бекер емес қой. Яғни бір нәрсе дұрыс жасалмай жатыр, дұрыс істелмей жатыр. Мысалы, немесе жаңағы бөлініп жатқан қаражаттар бармай жатыр, немесе дұрыс игерілмей жатыр, немесе оның есебі оцифровка дейді ғой, анау цифрландырылған есеп болу керек қой, негізі оның барлық есептелу керек, немесе онлайн есептелу керек. Мысалы деймін да, ана жаңа сізден сұрадым ғой мен, мысалы сондай комиссия келген кезде онлайн қосып қойсын министрліктің ресми сайтында, штуктап санасын, керек десе деймін да, 10 шақтыға бөліп санасын. Мысалы, енді істейм десе жолдар көп қой, жаңағы біз айтып отырған Қытайымыз болсын, Жапониямыз болсын, осы индустрияны қолға алған елдердің барлығы бұл мәселені шешіп қойды ғой. Оцифровкаға өтіп кетті ғой деймін да, былай қараған. Немесе таразылар бар. Менің естуімше біздің таразыларда сол ескі шығар мүмкін, осы шаруашылықтардағы есептеу құрылғылары ескі шығар. Жоқ, ол алып сату жағынан енді бізде проблема жоқ, өйткені сіз қалтаңыздан төлеп сатып алатын кезде сіз 1 грамм желінбеуге тырысасыз. Сататын да сондай да. Ол жағынан проблема жоқ. Бұл жерде өзекті проблемалар біздің үлкен су айдындарымыздың барлығы трансшекаралық өзендерге тәуелді. Яғни біз сырттан су келеді. Балқашымыз бен Қапшайға Іле өзені келеді. Мынау Арал-Сырдария бассейні негізгі су көзі ол Сырдария өзені келеді. Жайық шетелден келеді, Ертіс шетелден келеді деген сияқты. Мынау негізгі біздің су айдындарымыздың су көзі шетелден келеді. Совет өкіметі ыдырағаннан кейін, тәуелсіздік алғалы бері, мен Қапшағай су қоймасында көп жыл жұмыс істедім, Алакөл су қоймасында жұмыс істедім. Сол Іле өзенінің арнасын мен тазаланған көрген емеспін. Және тазаланбаған. Ал балық деген ол қалай көбейеді? Балық көктемде, яғни уылдырық шашу миграциясы, уылдырық шашу алды миграциясы бар. Және
өзенмен жоғары көтерілгеннен кейін оның шашқан уылдырығы шабаққа, құртшабаққа, дернәсілге айналып, яғни өзенмен бірге ағып келіп қайтадан көлге келеді. Сол жақта қалып қойып бір қыстап қайтадан түседі деген сияқты. Ал циклға былай алмасып тұрады. Цикл ол инстинктті түрде жүреді. Ал мына өзеннің арнасы тереңдету жұмыстары, жаңағы қоқыстан тазалау жұмыстары жүргізілмегендіктен ол өзеннің бойында ағаш үлкен құлайды, солар бәрі келеді де үлкен теңізге, өзенге, су қоймаға құятын жерінде жаңағы буферный кедергілер тұрып қалады. иә, сол жерде зоналар болады, аймақ. Сол жер яғни тайыздана береді. Ол балықтың көтерілуіне, балық деген тайыздан тереңді сүйетін жануар ғой. Тереңді. Иә, ол көтерілген кезде жаңағы алдында лай, топырақ, жаңағы ағаштар. Енді мен 2008-ден бастап Қапшағайда жүрген кезде моторлы қайықпен бар қуатымен өтіп жүрген жерлерде қазір аралдар пайда болып, ол жерде талдар өсіп кеткен жағдайлар бар. Көрдіңіз ба? Ол балыққа кедергі. Иә, ары қарай Ол өнуіне миграциясы кедергі. жоқ. Ол балық деген жануар, көбі түсінбейді, балық бүкіл балық уылдырық шашады деп ойлайды. Шын мәнінде кейбір балықтар өзіне қолайлы жағдай таппаса, уылдырығын шашпай қояды. Ол уылдырығы ішінде ол зиян болмайды оған. Ол оған майға айналып, яғни резорбция болып, Ыдырап кете береді. өзіне қуат болып бойына сіңіп кетеді. Мына Қызылорда жақта Арал бар ғой енді. Арал, Қазалы, әсіресе Аралдың халқы, енді әрине азаматтарды, адамдарды біз бөлуге қарсымыз, бірақ енді әңгіме бар да сондай. Біздің батыс жақ, Арал жақтың адамдар кішкене ақылдылау, пысықтау келеді, ширақтау келеді дейді да, соны кей кездерде айтып жүреді. Бұл мына жеп отқан балыққа байланысты деп. Рацион дейді ғой енді, күнделік тамақта балық болып тұрғаннан кейін дейді да. Оны ғылымның қажеті жоқ. Жалпы ғылымның өзі, медицинаның өзі дәлелдеп қойған. Мынау балық жеген адамдар көбіне артық салмақ болмайды. Сосын мидың жұмыс істеуіне өте қатты. Оған қарапайым дәлел, Жапония әлемдегі ең көп балық жейтін ел. Өйткені ол бүкіл мұхиттың ортасында отырған ел, балықты және теңіз өнімдерін әлемде ең көп тұтынатын жапондықтар. Олардың өмірі ұзақ болады, және миының құрылысы, жаңағы қыртысы терең болады, істеу қабілет көбірек болады. Өмірі ұзақ. Қараңыз, енді Қазақстанда экологиялық ең нашар аймақ Арал ғой. Бірақ ол жерде де біздің жергілікті халықтар ұзақ өмір жасап жатыр ғой. Бай шығара отырса. Егер ол жерде балық жемей басқа тамақ жесе, мүмкін олардың өмірі 2 есе қысқарып кетуі мүмкін. Ал Жапонияда да атом бомбасы жарылған ел. Сонда да олар қазірде әлемде ең ұзақ өмір сүретін орташа жас сол ұстап қалды. Мынау балықтың бір несі, бұл уылдырығынан бастап етіне дейін адамның ағзасына толық сіңіп кетеді. Қалдық ондай қалмайды десе қалмайды деп айтуға болады. Кез келген түрінде тұтынуға болады. Сорпасы болсын, асылған, пісірілген, барлық түрінде жей беруге болады. Сондықтан Жапония сияқты өте ақылды шығар біздің аралдықтар. Жақсы. Арал демекші, бір деректерде кезінде кеңес уақытында жылына 100 000 тоннаға дейін балық өсірілген. Өсірілмеген, ауланған деп айтады да. Бұл қалай ол? Қазір қалай? 100 000 деген енді Арал теңізі уникалды теңіз ғой негізі. Ерекше, иә? Ерекше, өте ерекше теңіз. Өкінішке орай қазір біз жергілікті халық ұлы теңіз деп атайды, бірақ үлкен Арал теңізімізді жоғалтып алдық та, тек қазақстандық бөлігінде кіші Арал деп айтып жүрміз. Дамба арқылы қоршалған теңіз. Енді оның параметрлеріне келсек, яғни дамбамен қоршалғандықтан оны теңіз деп айтуды енді кейбір мамандар сынап жатады. Яғни ол теңіз емес, су қойма болып қалды деген сияқты. Неге уникалды деп айтамыз? Өйткені Арал теңізінің оттегі құрамы түбіне дейін тереңдеген сайын азаймайды. Ондай су қойма жоқ, ондай су айдыны жоқ әлемде. Көрдіңіз бе? 20 метр тереңге түсіңіз, 40 метр тереңге түсіңіз, яғни оттегі мөлшері бірдей. Яғни оның мысалы
кез келген су айдындарында судың бет жағында оттегі көбірек болады да түскен сайын азаяды. Және төменге түскен сайын жаңа түбі көрінбей лай болып көрінеді да. Арал теңізінде 20 метрдің өзі аквариум сияқты мөлдір болып көрінетін болған. Яғни оның беткі қабаты болсын, ортасы болсын, түбі болсын, балыққа тіршілік етуге қолайлы деп айтуға болады да. Яғни жаңағы бүкіл үлкен бір ыдыс болса, оның кез келген нүктесі балық үшін қолайлы. Сондықтан балықтың түрі де көп болған, ол жерде көлемі де көп болған. 100 мың тонна балық деген, енді қазіргі уақытпен салыстырсаңыз, Қазақстанда орташа 50 мың, 55 мың тонна бүкіл Қазақстан аулайды балықты. Ал заманында бір Арал теңізінде 100 мың тоннаға дейін балық берген. Анау соғыс заманында ашаршылық кезінде Ресейге Лениннің хатына өтінішімен біздің аралдықтар 18 вагон сол Аралдың балығын жіберіп, соларды ашықтан алып қалған ғой. Ол кәдімгі барсаңыз Аралдың музейінің жанында ондай ақпарат вагоны бәрі сол жерде ескерткіш болып тұр. Ол тарих. Біз оны ұмытпауымыз керек. Енді қазіргі таңда кіші Аралда өкінішке орай біз қалпына келтіріп, оны су жіберіп, министрлік тарапынан айтып жатыр ғой, су деген осынша миллион кіріп жатыр деп. Ол судың көлемін жергілікті халық жақсы біледі. Қазір зерттеулер бойынша енді мына дарияның түсетін жағынан алыстаған сайын судың тұздылығы артып келе жатыр. Яғни судың тұздылығы артқан сайын балықтың тіршілік етуіне ареалы қысқара береді. Сондықтан ол бірінші кезекте балықтың саны, қорының көбеюіне лимиттеуші фактор болып табылады. Өйткені көп жерлері балықтың уылдырық шашуына, көбеюіне, шабағына, жайылымына шектеуші. Яғни ол жарамсыз деп айтуға. Мысалы, сор шығып, ми топырақ болып кеткен жерге, мысалы, шөп жоқ болса, өзге мал тұрмайды ғой. Әрине. Сол сияқты балық та өзіне қолайлы жерге келеді. Енді сол 100 мың тонна деп айтсақ, енді үлкен теңіз кезінде. Қазір енді Арал теңізінде шамамен 7 мың тонна балық ауланады. Мына бір жерлерде бір кәсіпкерлер айтады да, енді шағын 20 сотық жер қаланың ішінен есіктің алдында ауладан шағын ғана бассейн сияқты, әсіресе мына оңтүстік жақтан сөйтіп ашады екен да. Бір жағынан енді кәсіпте, мына жағында кафесі болады, мына жағында балық аулайтын бассейннен, шағын ғана бассейннен балық аулап тікелей сатып отырады да. Осындай кәсіпкерлерге не айтасыз? Мүмкін әрбір 3-ші, 4-ші үй сайын біздің батыс жақта, оңтүстік жақта қолға алу керек шығар осы шаруашылық. Әрине солтүстікке кішкене қиындау, бізде табиғи климаттық жағдай ертең бір айдан кейін мына жақта күз келеді, мысалы, тіпті қыс түсіп кете салады. Қыркүйекте, мысалы, білесіз ғой, енді Астананың ауа райы орысша айтқанда непредсказуемый, түсініксіз да. Енді оңтүстіктен, батыстан сондай жасауға бола ма, мысалы, кәсіпкер ретінде? Иә, болады. Ол кез келген балықты өсірудің есеп қисабы судан басталады ғой. Су көзінен басталады. Сіз қанша суыңыз бар, суды қайдан аласыз, оның құны қанша деген сияқты, соған байланысты экономикалық есеп қисап жасалады. Сіз бір кішкентай сылдырлап аққан трубадағы сумен сіз 20 тонна, 30 тонна өсірем деп айта алмайсыз. Ол өтірік. TikTokта басқа жерде көрсетіліп жатқан нәрсе. Иә, Инстаграмда көріп қаламыз. Бұл жарнамалардың көпшілігі өтірік. Енді біз маманбыз ғой. Норматив деген бар. Яғни балықтың өзінің тұтынатын су мөлшері, азық мөлшері, оттегі мөлшеріне байланысты біз есеп жүргіземіз. Ол бір суды толтырып қойып, соның ішінде балықты өсіріп, оны салмақ қостырып, жем беріп, ол мүмкін емес нәрсе. Су айналымы болу керек, су тазарту болу, соның барлығы енді технология бар, біз білеміз оны, қолданып та жүрміз, бірақ оның енді мына оңтүстік жақтарда құдайға шүкір судан аса бір қатты не жоқ, қиындық жоқ. Енді бүкілінде су бар деп айта алмаймын, бірақ сол жасап жатқан азаматтар бар. Енді
біз өзіміз уылдырықтан шығарамыз. Өйткені біздің тәжірибеміз бар, мүмкіндігіміз бар, ол үшін арнайы технологиямыз бар деген сияқты. Мысалы сіз ашатын болсаңыз, сізде ол дүниелер болмауы мүмкін. Ең қарапайым маман болмауы мүмкін сізде. Және оған қымбат инфрақұрылым жасау мүмкін жоқ. Бірақ сіз біздің шығарған шабақтарды болмаса тағы біреудің шығарған шабағынан дайын күйінде алып, мысалы жұмыртқаны инкубация жасамай балапан күйінде алып, ары қарай өсіріп күзде сатып жіберу деген сияқты. Ондай технология да бар. Қазіргі таңда енді өте қарқын алып келе жатыр мынау сапалы еуропалық жеммен бағып, яғни балықты интенсивті технологияны қолдану. Ол деген сөз бұрынғы совет заманында 2-3 жыл өсіріп жүрмей, көктемде салған шабағыңды күзде өсіріп, сатып, келесі көктемге дейін ол нәрсені жасамау керек. Өйткені қыс болады, басқа болады деген сияқты. Ал екінші жағы чайхана, кафелер, мысалы, олар біз сияқты тауар өндірушілерден дайын күйінде тауарлы балықты тірілей сатып алады. Енді мен сізге айтайын, осы жерде де көп адамдар білетін шығар. Астанада мынау желілер бар ғой қазір. Бұл желілерді мен ризашылығымды айтқым келетіні, яғни қала халқына балықтың мәдениетін қалыптастыруға өте көп жұмыс жасап жатыр. Қазір барсаңыз үйге де тапсырыс береді, барсаңыз орын болмайды деген сөз. Демек халық балықты жейді, жақсы көреді деген сөз. Анау американдық болсын, басқа бір фастфудтардан гөрі мынау кәдімгі тірі балықты сойып, пісіріп көзіңше беру, сол мәдениетті қалыптастырды. Бұл негізі мынау көрші өзбек елінде, мынау қырғыздарда өте қатты дамыған. Қытайда да қатты дамыған. Ол енді бірінші бізге мынау оңтүстік Түркістан облысына келді, одан кейін Алматы, Жамбыл, енді Астанада да ол дамып келе жатыр. Енді сол мынау Астанадағы сондай желілерге балықты мынау тірі күйінде оңтүстіктен алып келеді. Көрдіңіз ба? Логистиканы есептеңіз. Бір алып келуіне тек жол шығынның өзіне шамамен 3 миллиондай қаражат кетеді екен. Енді мен комитетке де басқаларға да айттым. Мен индустриалды технологияны өсіріп жатырмын ғой. Маған осы Астана маңынан бір бос жатқан, иесі жоқ, мүмкін құжаты жоқ па, бір көл ма, су айдыны ма маған тауып беріңіздерші. Ол жерге біз қаржы құюға, жұмыс орнын ашуға, сол Түркістан облысынан алып келмей сол балықты осы жерде Астананың қасынан бір 20-30-40 километр жерден өсіріп беруге дайынбыз. Қысы жаз өсіріп беруге дайынбыз. Қажет па біз ангар саламыз, қажет па бассейн орнатамыз деген сияқты. Ал жаңа сіз айтып жатқан 10 сотық, 20 сотықта өсіріп жатқан жігіттер бар. Олармен байланыстамыз. Өйткені олар бетоннан, жаңағы нержавейка қаңылтырдан бассейндер жасап, диаметрі 4 метр, 5 метр, 7 метр, 8 метр қылып өсіріп жатыр. Олар кейіннен біліп, болмаса бастамай тұрып маған хабарласып, сол кәсіптерін жүргізіп отыр. Енді бір нәрсені түсіну керек, мынау YouTube-та, TikTok-та көріп алып бастау өте қауіпті, қиын. Өйткені ол салада білімің, тәжірибең болмағандықтан сен құйған қаржыңды бір мезгілде жоғалтып алуы мүмкін. Сондай оқиғаларда кездестім. Біздің мына Қызылорда жақта болу керек, мысалы кейбір аудандарда өзіңіз де бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Бастап алады, былай сырттай қарағанда не дейді, жаңа ана жерде бір алтын бар екен дейді, барсаң бақырда жоқ дей ма? Біз қазақ кішкене еліктегіш қалыппыз ғой. Мына бизнестегі азаматтарға айтып жатырмын да, ол нәрсенің оңай емес жүргізу циклдары бар, ғылыми подходпен келіп отырсыз мысалы. Мен сізге айтайын, мен көп азаматтарға тегін көмектесем. Мен көңілім ауса, мен жан тәніммен көмектесем. Енді адам танимыз ғой біз, бет жүзіне қарап, сөйлеу мәнеріне қарап деген сияқты, ниетін білеміз деген сияқты. Сол кезде кейбір қаржысы бар азаматтардың өзі біздің қазақтың жігіттерінің қолынан келеді дегенге бір күмән болады оларға. Анау көрші, солтүстік көршімізге тағы басқа Еуропа мамандарын шақырып атады. Мен оларды дұрыс емес деп айта алмаймын, маман емес деп те айта алмаймын. Бірақ қазаққа бірінші кезекте қазақтың жаны ашиды деп ойлаймын мен. Және біз ешқайда қашып кетпейміз, біз осы жерде жүрміз. Кез келген уақытта бізге келіп бетімізге айтып кетуге болады. Ол адамдар келеді да ештеңе үйретпейді, келісімшарт бойынша жасайды да кетеді ғой. Кетеді, қаржысын алады. Оларға 10 есе 20 есе артық төлейді да біздің қазақтың
қарапайым тәжірибелі білімді мамандарына сол тиын тебенді қимайды былайша айтқанда. Бірақ түбі айланып келеді сол азаматтар. Ол менің тәжірибемде өте көп болған. Басында айтқан кезде жаңағы тыңдамайды да, бірақ жүздеген миллион қаржы жоғалтқан кезде мүмкін қалтасына салмақ түседі, жанына батады ма екен, түбі келеді іздеп. Сосын айтасың, соны кешірім сұрап отқан азаматтар да болады. Енді Қазақстан бойынша көптеген ірі кәсіпкерлермен қарым-қатынастамын. Мен әр кез әлеуметтік желіде де өзімнің қолданатын бірақ нөмірім бар, ол студент кезден келе жатқан, ауыстырмағам ешқашан. Соған байланыс шығып жатады. Міне қазір мына сізден шыққаннан кейін осы Қазақстандағы ең үлкен үштікке кіретін шаруашылықтың құрылтайшысымен маған бүгін келіссөз, жаңағы кездесу ұйымдастырылған. Бұл дұрыс деп ойлаймын мен. Өйткені менің де оларға беретін тәжірибем, кеңесім бар. Олардан да мен алатын тәжірибем бар деген сияқты. Әрине, аралас құраластық керек. Аралас, иә. Бизнес деген нәрсе бір орында кабинетте шешілмейді. Ол шенеуніктік жұмыс емес. Бизнес деген ол сыртқа шығып таралып, ел, жер көргенде, қазақта сөз бар ғой, қасқырды аяқ асырайды дей ма? Сол кезде барып бизнес жүреді ғой негізі. Бірақ қана мысал айтайын, осы Астанада осы 1-2 жыл бұрын бір кісінің ағасы жаман аурумен ауырып қалды. Асқазанның бәрін алып тастаған ғой. Сол кезде оны дәрігерлер болды деп қабылдамай қойған. Сол кезде ол оққан ба, бір жерден әйтеуір естіген ба, қара уылдырықтың пайдасы туралы, сол жаман ауруға деп ше. Сол кісі менен 1 килограмм ақшасына қарамай, енді мен ол кісіге жеңілдік бердім, енді жағдайын түсініп сатып алды. Мен Астанаға жібердім оны. Енді қара уылдырықты оны тамақ сияқты қасықтап жемейсің ғой, бірақ ана ағасы басқа тамақты жей алмай, соны дәм көргеннен кейін тағы да тапсырыс берді ана кісі. Кәдімгідей ол біріншіден сенім, екіншіден ол биологиялық тұрғыдан азықтық қуаттылығы жағынан да 99% ағзаға сіңеді ғой енді ол. Сондықтан оның бағасы, яғни космонавттардың жейтін тамағы ғой, былайша айтқан кезде ше, қуаттылығы жағынан да, құнарлығы жағынан да ол бірінші орында. Бірақ өкінішке орай оның бағасы өте қымбат. Өйткені табиғатта біз оны құрттық. Әйтпесе әлемнің 90% бекіресі осы біздің Каспий теңізінде болған ғой. Қазір түкте қалмады, оны аулауға қазір мораторий, ұсталсаң соттайды деген сияқты. Сондықтан біз сияқты фермерлер оны қолдан өсіреміз. Оны қолдан өсіру үшін оны ұзақ жыл, ең кемі 7 жылдан бастап 13 жылға дейін ол өсу керек уылдырық беру үшін. Көрдіңіз ба? Ал ол уылдырық алғаннан кейін ол өліп қалуы мүмкін. Болмаса уылдырық беруге дейін жетпей өліп қалуы мүмкін. Ол да тірі ағза ғой, адам өліп жатқанда ол балық та өледі ғой. Сондай тәуекелдер шығындарды көп қажет ететін болғандықтан, оның соңғы өнімі жаңағы уылдырық қымбат болады. Біздің бірақ Қазақстандағы уылдырықтың бағасы әлемдік нарықпен салыстырғанда салыстырмалы түрде өте арзан деп айтуға болады. Мысалы, бізде келісі, мен өзім бір келісін 400 мыңнан сатам. Бірақ дәл менкіндей уылдырықты, мысалы, Европа болсын, мынау араб елдерінде болсын, ең арзан 2 миллионнан бастап бағаланады. 4.000 доллар, былай. Енді егер көп адам өсірсе, оны қиындығына қарамай, және табиғаттағы қорын қалпына келтірсек, бәлкім оның құны түседі. Қолжетімді болар еді. Қолжетімді болар еді. Және бізде дастарханымызда енді күнде демей қойын, енді өмірінде қара уылдырық жеп көрмей, өмірде өтіп кетіп жатқан азаматтар көп. Енді біз енді осы салада жүргендіктен бала шағамыз да дәм татады. Енді бұл біздің маңдай терімізден келген нәрсе ғой. Дұрыс. Қонақтарымыз да дәм татады деген сияқты. Бірақ соны әр қазақтың маңдайына сондай жазылса ғой дейсің. Әр қазақтың дастарханында қызылы да қарасы да уылдырық болсын. Бекіренің етінен жаңа кәдімгі батыстағы Қызылордадағыдай
ет тамақ істеп жейік. Біз енді Ай, қызылордалықтар ет тамақ жасап жейміз ғой, үлкен Иә, сазан аха. түссе. Иә. Бөлек қой, Аралдың мәдениеті бөлек қой енді. Маке, Бізде рахмет. қарма деген тамақты Аха, білесіз. білеміз, Оны, білеміз, иә. қазір өкінішке орай тарих қойнауына кетіп бара жатқан тамақ, бірақ сол ауылға барсақ әлі күнге дейін сол Арал Қазалыда Ақтойлардың көнегөз жеңгелеріміз, апаларымыз әлі күнге дейін пісіреді. Мен өзім сол атам мен әжем қолында өскен кезде қарма деген жаңағы қармалатып қояды ғой. Иә. Балықты асып әкеліп түсіреді да, дастарханда тәрелкеде бүкіл бала шағаны отырғызады да алдымызға әкеліп қояды. Сол кезде жаңағы қылтанағынан, жаңағы тікенінен ажыратамыз. Соны қармалайды. Қармалаңдар деп айтады. Сөйтіп сүйегін бәрін алып тастаймыз да бір түйір қылтанақ қалдырмаймыз. Соны ананы қамырын пісіріп сөйтеді. Оны семіз балықтан жасайды. Ақмарқа деген балықтан жасайды. Керемет болады енді. Оны ертеңіне, таңертең салқын күйінде жесең не ғой? Витамин ғой нағыз. Рахмет, Маке. Еңбегіңіз табысты болсын, абыройлы болыңыз, алдағы мақсат мұраттарыңызға жете беріңіз. Қазақтың, бағана өзіңіз бірнеше рет айттық қой осы тілекті. Қазақтың дастарханынан, ақ дастарханынан, ақ пейіліне, ақ ниетіне орай осындай бір балық та кірсін біздің мәдениетімізге. Ол мәдениет қана емес, ол денсаулық. Былай қарағанда ұлттың қауіпсіздігі ғой, ол азаматтардың қауіпсіздігі, осы елдің тұрғындарының қауіпсіздігі. Сәттілік тілеймін, Маке. Ардақты ағайын, подкаст осы тұстан аяқтаймыз. Рахмет, аман, саулықта кездесейік.